ПСЖ Рамос пен Мессиді сатып алып, осы ойыншылар арқылы өздерінен топ клуб жасағысы келеді. Источник Эльпизда бол емес. Олар осыған дейін жасы 30-дан давно асып кеткен ойыншыларды ойнатып эксперимент жасап көрген. I am Zlatan Ibrahimovic. 2020 жыл ең ессіз жыл ретінде есте қалды. 2021-де одан қалыспайтын секілді. Қазірден ақ оның сырасын қолына ұстады. Подержи, а? Нет проблем. ПСЖ демекші, Почеттино кеше өзінің алғашқы ойынын өткізді. Сент-Этьенге қарсы кездесуде тең ойнап, небәрі бір ғана ұпай еншіледі. Бұл оның ставка тіккендерге сәлемі. Тухель де ПСЖ-ға сәлем жолдады. Ал бізде күнде жағдай солай, ал сенде қалай жағдай? Кешегі манчестерлік дерби жайында айтайық. Қалалықтар қызыл сойқандарға ешқандай мүмкіндік бермеді. Стоунс пен Фернандиньо соққан голдарға ешқандай жауап жоқ. Пенальти болғанда жауап беретін. Рубен Диашқа Гвардиола мусор шығарып таста деген, ал ол болса Манчестер Юнайтед шығарыпса. Қалжыңсыз, кешегі ойында үздік құрынан танылған Диаш. Сити Лига кубогының финалына 1984 жылдан бері 4-ші жыл қатарынан шығып отырған алғашқы клуб. Эффект Пепа. Ал Эмю су жердің тұсында 4 барлық ұлттық кубоктар мен Еуропа лигасын жартылай финалында жеңіліс тапқан. Су жерге нақты соңғы қадам жетіспейді. Тупить ететін роднойың. Енді Ситиді финалда Тоттенхэм күтіп тұр. Жозе Мауриньо versus Пеп Гвардиола. Антверпен шабуылшысы Диде Ламкелзе таяудағы трансферлік ауысым кезінде грекиялық Панатинайкос сапына қосылғысы келеді. Сол себепті өзінің қазіргі клубына осы бір трансферді жылдам жүзеге асыру үшін мынадай амал жасаған. Жаттығу жұмысына бұл жолы ол Андерлехт жейдесінде, яғни команда бақталасының жейдесінде келді. Бірақ оны базаға өткізбей қойған екен. Бұл Месси үшін жақсы лайфхак негізі. Егер Ситиге ауысқысы келсе, осы тәжірибені жасап көрсе болады. Месси демекші, Манчестер Сити дәл осы Месси себепті Кевин Де Брейнемен жаңа келісімшарт жөнінде келісе алмапты. Егер Месси келетін болса, КДБ екінші планға ауыспақ. В общем, Санта-Барбара қайта жалғасады. Айтпақшы, Челси Фрэнк Лэмпардтың орнына басқа маман қарастырып жатыр дейді. Басты үміткерлердің бірі Андрей Шевченко. Қалай ойлайсыз, Фрэнкиге мүмкіндік берген дұрыс па? Әлде өзге маман қажет пе? Челси жанкүйерлері, пікіріңізді қалдырыңыз. Ағана қосылып тұрма? Источник Эльпиз. 2020 қазірден ақ оның сыласы. ПСЖ-де. Сент-Этьенге қарсы кездесуде Тухель Рубен Диашқа ал Эмю. Егер Ситиге ауысқысы келсе, Қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай терлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл битпен сөз берем.